Сәлем құрметті көрермен, бұл видеода сізге ұялы телефонға арналған тегін VN деп аталатын видеомонтаж программасы туралы айтатын боламын. Бұл программа Android платформасы, яғни Samsung-ға да және iPhone-ға да болатын программа. Достар, жақсылап жайғасыңыздар, видео ұзақ болуы мүмкін. Дәл осы жерден пауза қойып, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осы VN программасын басынан аяғына дейін үйреніп алғыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. VN программасын ашамыз. Программаны ашқаннан кейін сізде дәл осындай болып тұруы мүмкін, немесе осылай болып тұруы мүмкін, новый проект деп. Мына жерде үйдің суретінің разделында сізде осы жақта проекттеріңіздің списогі тұратын болады. Бұл программада достар реклама тек жоғары жағында тұрады, көп реклама шыға бермейді. Тек интернетке қосып тұрып, монтаждаған кезде, кей кезде кіріп шыққан кезде 5 секундқа дәл осы реклама үлкен болып шығуы мүмкін. Бұлайынша видео монтаждап жатқан кезде сіздің мазаңызды алмайды. Новый проектті ашу үшін біз мына жақтан плюсті басамыз, одан кейін новый проект дегенді басамыз. Одан кейін сіз өзіңізге керекті видеоларды таңдап аласыз. Одан кейін таңдап болғаннан кейін әрі қарай басамыз дальше дегенді. Сосын дәл жаңағы видеоларыңыз барлығы осы жерге түсетін болады. Мына жақта әр разделге тоқтап кетейін. Мына жерде бір команданы орындап болғаннан кейін сіз артқа қайтқыңыз келсе, мына жақтағы назад деген кнопканы бассаңыз, мына жердегі артқа қайтатын болады. Жаңағы қысқарған нәрсе қайтадан ұзаратын болады, видео қысқартқан болсаңыз. Және обратно міне қайтадан қалпына келтіретін болса, міне алдыңғы. Сосын мына жерде 4 линия тұрады, таймлинияда. Бірінші астында видеолар қойуға болады. Және нажмите здесь, чтобы добавить наложение деп тұр. Бұл наложениеге сіз видеода, фотода қоя бересіз, өзіңізге керекті. Белгілі бір компанияның немесе фирманың логотипі болуы мүмкін. Сіз мына жерге қоятын болсаңыз, мына үстіңгі екінші линия қоятын боласыз. Барлығын қазір көрсетейін. Егер де видео монтаждаған кезде барлық кадрларды көріп алу үшін барлығын осылай екі саусақпен кішірейтіп, үлкейтіп былай көріп аласыз. Дәл осылай өзіңізге керекті жерлерде былай кесіп аласыз. Мысалға, мен мына жерде қазір жоғары жақта біраз тұрып қалған екен. Астыға түсіп жатқан жерін кесем, мысалға міне түсіп жатыр, осы жерден кесем. Астында мына разделить дегенді басам. Одан кейін керек емес бөлшегі мына жерде, оның үстіне бір рет басып, удалить дегенді басатын боламын. Мынаның астында барлық инструменттер бар. Мінекей. Алдымен мен мына таймлиниямен таныстырмас бұрын астындағы осы разделдермен таныстырып жіберейін. Мына жерде шаблоны деген жерде, мына жерде интернет керек болады. Мен қазір ешкім звондап қалмасын деп авиарежим қойған едім. Бұл жерде дайын шаблондар тұрады. Екіншісіне фильтры дегенде, мына жерде сіз цветокоррекция өзіңіз жасай аласыз әрқайсысына. Бұл VN программасында өте жақсы екен. Мен алдында камераға түсірген видеоларда осы VN-ді монтаждап көріп едім, өте жақсы. Мінекей экспозиция жарығын көтеріп аласыз. Өзіңізге керекті қылып, одан контраст, түрлі инструменттер бар, немесе дайын фильтрлер тұр мына жерде. Кейбіреулері сізге ұнамауы мүмкін, бірақ арасында дәл подходящий, яғни видеоңызға сәйкес келетін фильтрлер тұрады. Мінекей. Оригинал, қайттан артқа қайту үшін оригинал дегенді басасыз, болды. Және де достар, мына жерде барлық разделдерде, мына жерде сіз тек бір кадрмен жұмыс істеп жатырсыз ғой. Дәл осы кадрдағы фильтр барлық кадрларға түсу үшін былай жасайсыз. Мысалға міне фильтрді басып, барлық кадрдағы осы тұру үшін мына жерде міне применить ко всем деп тұрады. Екі птичка деп тұрады. Соған бассаңыз сіз барлығы мінекей осылай қара фильтрмен боялып шықты автоматты түрде. Мінекей. Енді тағы артқа қайту үшін барлығының бірдей оригиналды басасыз, одан кейін применить ко всем дегенді басасыз. Егер осы жерде бір птичканы басатын болсаңыз, тек сол кадрға ғана жүргізілетін болады. Мінекей. Фильтрге келдік. Скорость таңдағаннан кейін мына жерде мен алдымен бірінші звугын өшіріп жіберейін. Звук мына жерде тұрады, громкость.
громкость алып өшіріп жіберейін. Скоростьті сіз мына жақта белгілі бір аймағында тез жылдам болып, одан кейін ақырын түсетін қылып та істесеңіз болады. Мысалы қараңыз, міне осылармен ойнауға болады. Кривая деген, яғни белгілі бір аймағында ғана видеоның сіз таңдап аласыз, қай жерінде баяу болсын, қай жерінде тез болсын деп. Немесе стандартты түрде видеоның барлығына қолданылатын осылай жасасаңыз болады. 0,5, яғни 2 есе баяулату, 1,5 есе тездету, 2 есе болса, міне арай таңдай бересіз. Применить ко всем деген бұл жерде де бар. Яғни сіз осылай жылдамдатылған видеоны барлық кадрге қолдана аласыз. Осы бір кадрды басқарып отырып та. Әрі қарай қайшы енді түсінікті, кесет. Обрезать деген дәл осы қайшы сияқты. Бірақ сіз кадрдың өзіңізге керекті жерін былай ашып, үлкейтіп таңдап аласыз. FX мына жақтан қараңыздар. VN программасында көбісі қазір fashion видеода, немесе осы машиналарда түсірген кезде осы FX арқылы, яғни осылай қараңыздар. Егер дәл осындай эффекттерге келетін музыкалар болады, ондай кішкене ударный. Солардың дәл сол музыкаға әкелу үшін осыны қолданады қазір көбісі. Осыны дегенде осы FX, яғни VN-нің ішінден қолданады. Мінекей. Мына жерде өзіңізге керекті немесе мынандай переходтар да бар. Мінекей. Бұл VN программасының InShot программасынан қарағанда мына жақта барлығы тегін, су тегін. InShot программасында осындай эффекттер бар, бірақ ол жақта оплата жасау керек. Және кейбір программалар бір рет сатып алуға болмайды, тоже ондай мүмкіндік жоқ. Айына төлеп тұратын подпискасы болады. Мына жақта барлығы тегін. FX, мына жақта удалить, громкость, фон. Әрі қарай уже видеоның кадрларымен жұмыс. Достар, және де егер сіз бір видеоны үстіне қойғыңыз келсе, мына жақтан мынаны басып тұрып, элемент деген таңдап, сол видеоны таңдап жүрмей, дәл осы жерден сіз видеоны жоғары қарай шығарып жіберсеңіз болады. Ол үшін осыны басып, ең жоғарысына наверх дегенді басасыз. Сол кезде үстіне шығатын болады. Бұл не үшін қолданады? Бұл екі кадрдың ортасында кейбір кезде переходтарды жабу үшін осылай қолданады. Мына жақта да сіз былай қысқартып, үлкейте аласыз. Артқа қайту үшін мынаны басып жіберейік. Мінеге қайттан түсті. Мінеге мына жерде стоп кадр қатып қалады. Реверс деген видео артқа қарай жүреді. Зумировать. Қазір бірінші мынаны звугын өшіріп жіберейін. Басқа кадр, аманекей. Осылай көрсетейін. Зумировать дегенде видео надо дұрыс көрінбей тұрған шығар. Үлкейетін болады. Және надо онша байқалмай тұр. Ол үшін бір объект осы видеоны қолданып көрсе болады шығар. Зумировать деген енді аты айтып тұр. Үлкейту, кішірейту. Және бізде обрезать деген бар. Кадрдың сіздің керекті жерін көрсетілетіндей. Границы, фон. Достар, мінекей, дәл осылай сіз монтаждап отырасыз, және кадрлардың ортасынан плюс дегенді басып тұрып, переходтар жасай аласыз. Мен қазір мына жақта громкостьті басып тұрып, применить ко всем дегенді басып жіберейін, барлығының звугы шықпайтындай қылып. Мына бастым, применить ко всем. Болды, ешқайсында звук жоқ. Мына жерде мен мінекей переходтарды көрсетейін. Мынандай переходтар, мынандай переходтар, осындай переходтар бар.
Достар, осы Zoom деген переход қазір көбінесе трендке айналып жатыр. Осы VN қолданушылардың көбісі осыны пайдаланады. Zoom-ды 2 рет бассаңыз шығатын, және екінші рет бассаңыз ішке кіріп кететін переход. Негізі кішкене профессионалды түрде айналысатын видеомейкер, видеографтар бұндай переходтарды көп қолданбайды. Оларда прямая склейка дейді, яғни ешқандай переход болмайды. Ал кей кезде эффекттер қолдану үшін осындай зумдарды қолданады. Егер сіз өзіңіздің профессионалды видеограф екеніңізді көрсеткіңіз келсе, мынандай переходтарды қолданбаған жөн, мынандай поворот айналып кететін. Сырт көзбен өзіңізге бір әдемі болып көрінуі мүмкін, бірақ сырт көзбен ол өкінішке орай. Круг от себя. Мынаны кей кезде қолдануға болады. Өзінің қолданатын жерлері болады. Неке. До и после деген сияқты мысалға. Переходтардың бәрін көрсетіп отырмай қойын. Және бұнда да бар, міне применить ко всем деп. Жерде ешқандай переход қоймаймын. Мысалға мен монтаждайтын болсам, мінекей. Мен мына жерде бірнеше рет түсірген екем. Мінекей. Тудан келдім машинаға, осы жерді кесіп тастаймын. Мен мына жерде кесудің 2 жолы бар. Дәл қолмен осы жерге дейін әкеліп тастауға болады, немесе керекті жерін осылай тоқтатып, қайшымызды тауып, міне разделить дегенді басып, мынаны таңдап удалить етіп тастауға болады. Мінекей. Байқасаңыздар, мына жерден бағанағы зум деген эффект тұр екен. Ең соңында мінекей жақындап кетіп жатыр. Дәл осылай монтаждап отырасыз. Және де мына жерде ұмытып кеткен видеоларды жоғары жаққа шығарғыңыз келсе, мына галереядан үстіне бір рет басасыз, элементті басып, фотодағы логотип немесе видеоны саласыз. Мысалға, мен осы видеоны салғым келеді. Және бұның үстіне тағы бірнеше видео қойсаңыз болады. Мынаны да қойып жіберейін. Мына жерде бір-бірінің үстіне шығару үшін мынаны үстіне басып тұрасыз. Осы жерге қойып жүрсеңіз де болады. Мінекей. Мына жерде кішкентай болып көрінеді. Бұл үстіне неге 3 рет үшеуін қойдым десем, кей кезде мынандай жағдайлар болып жатады. Бір экран, осы видео үшке бөлініп, үшеуінде де видео ойнап жатады, бірақ 3 түрлі кадр. Сол кезде осыны қойсаңыз болады. Осы жерге, мына жерге бір сызық бөліп, ортасында басқа кадр, сондай сияқты. Бұл көп программаларда жоқ еді негізі. Өткен видеоларда айтқан LumaFusion программасында үстіне қарай 7 видео қойуға болады. Мен мына жерде максималды түрде шығарып көрмедім. Өзіме керекті көбінесе осындай 2-3 таймлайн еді. Одан кейін мына жерде текст жазыласыз. Нажмите здесь, чтобы добавить текст. Осындай текст жазыласыз, стандартный. Немесе өзінің әрленген осындай нелер бар. Mask, frame. Көбінесе осыны стандартты түрде жазады. Немесе локация, местоположение деп. Местоположение десеңіз сізден сұрайтын болады. Геолокация қосайын ба деп. Қоспаған жөн, қосатын болсаңыз, бұл артық энергия потребление, яғни энергия қуатын алып тұратын болады. Неке текстің 2 түрі бар. Title template деген кішкене әрленген түрі. Бұл яғни компьютердегі After Effects деген программадағы сияқты осылай қимылдап тұратын анимационный тексттер. Subtitle дей ма? Өсіп тұрады. Мысалы, өзіңіз таңдайсыз, мысалы, видеоңызға байланысты. Мен мына жерде қазір мынандай видеоны машинаға қолданатын болсам, кішкене әдемі емес болып көрініп тұруы мүмкін, кішкене бір түрлі болып. Неке. Ең жоғарысына, неке.
Нажмите здесь, чтобы добавить музыку. Мына жерге музыканы басып таңдай бересіз. Дәл осы музыка айфонда, менде қазір айфонда музыканы осы венге жаздыру үшін арнайы сабақ түсіріп қалам бұйыртса. Қазір кішкене шамалы уақыт алады, өйткені мен телеграмда музыка алатын каналдарымды және ВКонтактеден жаздыру туралы көрсетейін деп едім. Мінекей достар, мысалға видеоның барлығын былай қысқартып алдық. Видео керек емес болса удалить етіп, немесе мынаны қысқартып дәл осы жерде. Әдемі кадр алу үшін мен 3-4 рет түсірем. Мінекей. Бұл Ақтауда детейлинг тайм көліктерге қызмет көрсететін орталыққа арналған видео еді. Жарнамалық ролик. Мінекей. Және де достар, мына жерде міне точка деген бар. Точка дегенде сіз белгілі бір нүктеден келесі, мысалға А нүктесінен Б нүктесіне дейін жақындау керек деген сияқты сіз задание қоя аласыз бұл жерде. Мысалға міне А нүктесін белгіледім, екінші Б нүктесін осы жерге белгілейтін болсам, дәл осы жерде сіз зум обрезка жасауыңызға болады. Дәл осы жерде тұр. Осы моментте және осы моментте осы толықтай көрін деген сияқты. Мына жерде қатты енді байқалмайды. Белгілі бір кадрды алып қазір көрсетсем, ол кішкене біраз уақыт алады. Ол кәдімгідей әдемілеп отырып істелінетін нәрсе. Мына жерде барлығын сол сізге монтаж үрдісі қалай жүзеге асатын барлығын көрсетейін деп жатырмын сіздерге. Мінекей, және де достар, ең басында айтуым керек еді. Бұл жерде сіз, мына жерде 16:9 деген разрешение. Егер де сіз TikTokқа арналған осындай вертикалды түрде видео жасаңыз келсе, мына жердегі үстіне басып 9:16 таңдайтын боласыз. Бірақ сіздің түсірген видеоңыз 16:9 болатын болса, дәл осындай болып қалатын болады. Неге? Шет жақтарын болдыратып, өзі әдемілеп береді. Егер де сіз дәл осы оригиналды түрге келтіретін болсаңыз, мен қайтадан басасыз. 16:9, яғни YouTube-қа салатын болсаңыз, немесе Instagram-ға осылай горизонталды түрде салатын болсаңыз, осылай тұрады. Instagram-ның өзінің постқа салатын видеоның форматы міне 4:5. 1:1 деген ол квадрат, 4:5 кішкене вертикалды түрге кішкене келеді. 9:16 вертикалды түрдің TikTok-қа, Instagram-ның сторисіне арналған видеолар. Әрғай достар, осы видеоңызда проектіңіз біткеннен кейін сіз рендерге жіберу үшін мынаны басасыз. Одан кейін өзіңіз таңдайсыз. Мысалға FPS видеоның проекті сіз мысалға 60 кадр секундқа түсіретін болсаңыз, негізі 30 кадр секундта монтаждаған дұрыс. Және де рендерға шығарған кезде 30-ға шығарған дұрыс. Және сіз өзіңіздің кадрларыңыздың разрешениесін таңдайсыз. Егер 4К, 4К түсірген болсаңыз, осыған әкеп қоясыз. 1080 болса, осылай қойып қоясыз. Full HD яғни. Және мына жақта жазылып тұрады, примерный размері 274 деп тұр. Сосын экспорт дегенді басасыз. Сізге дереу шығарып беретін болады. Және де мен қазір сохранить жасайын. Өзімнің бір проектін көрсетіп жіберейін. Өзім әрі мобилограф болып та арасында жұмыс істеймін. Өзім жалпы профессионалды камераға түсірем, жалпы тапсырыстарды. Мен мына жерде жиһаз жасап сататын, тапсырысқа жасайтын
мінекей мына барлығы 24 секундтық видео. Бір көрсетіп жіберейін. Міне байқасаңыздар, әрқайсынан қысқа қылып алдым. Егер де сіз видеоны таргетке салатын болсаңыз, осындай қысқа видеолар салған дұрыс. Мінекей. Міне байқасаңыздар, мына жерде батыс жиһаз деп тұрған логотипті көріп тұрсыздар. Оны мен мына жерде екінші слойға наложение деген жерге қойған болатын. Мінекей. Оны кішірейтіп үлкейте аламын. Оны қою үшін плюсті басып тұрып, элемент дегенді бастым. Одан кейін үстінде байқасаңыздар, мына жерде тек қана видео шығып тұратын болады. Әрі фотоны бассаңыз, фото шығады мына жерде. Фото шығып, әрі сіз өзіңіздің фотоңыздағы логотипті алып, өшіге әкеп қоясыз. Мінекей достар, VN программасымен толық таныстыңыздар деп ойлаймын. Ішіндегі элементтердің барлығына тоқталатын болсам, бұл 1-2 сағаттан да астам сабақ болып кетуі мүмкін. Астында элементтерді барлығын басып үйренесіз. Егер де видеоны жақсылап жасағыңыз келсе, Инстаграмдағы күшті жасап жүрген мобилографтардан қарап үйренсеңіздер болады. Дәл сол эффекттерді осы программада жасауға болады. Қазіргі кезде көптеген мобилографтар осы VN программасында монтаждап жүр. CapCut программасында эффекттер көп болса, бірақ VN программасы осы монтаждың тездігімен, жылдамдығымен және интерфейсінің кең ауқымдылығымен VN программасы алдыңғы қатарда тұр. Өткен видеоларда көргендеріңізде LumaFusion программасы бұдан кішкене профессионалды көрінеді. Ол LumaFusion программасы оны компьютерде де пайдаланады, iPadта монтаждау үшін. Және айта кетелік, осы VN программасында компьютерге арналған версиясы бар. Оны ашып қарсаңыздар да болады, егер сізде компьютер болса. Сонымен осы туториал бітті. VN программасымен әзірше сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.